Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, қымбатты мектеп бітіруші түлектер, барлықтарыңызды оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттың рухани байлығы білімінде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде, ал білімнің сарқылмас көзі мектепте. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді деген болатын. Биылғы оқу жылының өзіндік ерекшелігіне қарамастан оқу үрдісі үздіксіз жалғасты. Бұл әрине күрделі кезеңді еңсеруге бойдағы бар білім білігі мен күш жігерін сарп еткен мұғалімдеріміздің табанды әрі жанқияр еңбегінің жемісі. Осы орайда ұлағат өнегесі зор ұстаздар қауымына ерекше алғысымды білдіремін. Қашықтықтан оқытуға қарамастан оқушылардың жетістіктері де аз емес. Соңғы 3 жылмен салыстырғанда алтын белгі иегерлері шамамен 30%-ға, үздік аттестатпен бітіргендер 40%-ға артып отыр. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада Маңғыстау облысының дарынды балалары 29 медальға ие болды. Командалық есеппен 3-ші орынды иеленді. Қымбатты мектеп бітіруші түлектер, енді алда білім сынағы, қорытынды аттестаттау тұр. Сіздерге осы қорытынды аттестаттауда мектепте алған барлық білімдеріңізді пайдалана отырып сүрінбей өтулеріңізге тілектеспін. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа ережесінде түлектерге де ерекше жағдайлар жасалды. Биыл бітіретін 7011 түлектің барлығы дерлік ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып жатыр. Болашақта еліміздің дамуына, өңіріміздің өркендеуіне атсалысып, білім ошағының қабырғасынан алған білімдеріңізбен, тәлім тәжірибелеріңізбен қаламызға, қасиетті Маңғыстау өңіріне, бүкіл Қазақстанның жарқын болашағына өз үлестеріңізді қосады деген сенімдемін. Келешегіңіз кемел, болашағыңыз баянды болсын. Құрметті ата-аналар, бала ата-ананың көз қуанышы дейді. Сол қуаныштарыңыз сіздерді үнемі қуантып жүрсін. Балаларыңыздың үлкен өмірге аттаған қадамдары құтты болсын. Баршаңызға ақ жол тілеймін.